Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз сіздермен міне осындай әдемі сметана пирог жасайтын боламыз. Дәмі өте керемет, нәзік, шаймен ішкенге таптырмас пирог. Қамырына жұмыртқа, қант, ұн, қопсытқыш және мынандай жұмсақ май қажет. Жұмыртқа, қант, майды жақсылап тұрып араластырамыз. Артынша ұн мен разрыхительді қосамыз. Бірге бәрін қайта араластырамыз. Міне осындай қамыр шығуы қажет. Салфанға салып, демалуға қойып қоямыз. Начинкасына қажетті заттар: сметана, кукурузный крахмал, қант, жұмыртқа. Сметанаға жұмыртқа, кукурузный крахмал, қантты қосып, жақсылап тұрып араластырамыз. Консистенциясы осындай болу қажет. Формамызды дайындап аламыз. Сливочное масло жағып қоямыз, жабыспас үшін. Қамырымызды алып, жаймендеп жаямыз. Шет-шетін жаймен созамыз. Болған соң начинканы жайлап құямыз. Болған соң үстін әсемдейміз. Қалған жемістерімізбен мен шие қолдандым. Шет-шеті тегіс болу үшін осылай түзелеп қоямыз. Пирогты 180 градуста 45 минутта пісіреміз. Өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін міндетті түрде арнаға тіркеліңіз.